ертеде бір әдемі орманда кішкентай бөбек өмір сүріпті. Ол тентек болғанмен жүрегі таза еді, бірақ бір нәрсені ұмытып жүруші еді. Әдептілік ең үлкен сиқыр екенін білмейтін. Бөбек, кірпі. Ау, мен суға бара жатырмын. Үйді қарап отырыңдар, ешкімге есік ашпаңдар. Білемін ғой. Мұқият болыңдар. Бүгінгі ертегіде достық, қамқорлық және ең маңыздысы әдептілік туралы білеміз. Бөбек пен кірпі сиқырлы сөздердің құдіретін ашып, мейірімділікпен бөлісуді үйренеді. Сәлем бөбек, сәлем кірпі. Қалдарың қалай? Сәлеметсіз бе аю, бізде бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Менде де бәрі жақсы, балақайлар. Бөбек, сенде бәрі жақсы ма? Көңіл күйің жоқ секілді. Тіпті амандасқан да жоқсың. Амандасуды жек көремін. Неге жай ғана қол былғап немесе күлімдей салуға болмайды? Мүмкін менің қолым бос емес шығар? Жоқ бөбек, олай болмайды. Сәлем сөздің анасы. Ой, Иә, кірпі дұрыс айтады. Сәлем мәдениеттіліктің белгісі. Біз тек сәлем айтып қана қоймай, әрдайым сиқырлы сөздерді қолданып жүруіміз қажет. сиқырлы сөздер? Ол қандай сиқырлы сөздер, аю? Сиқырлы сөздер дегеніміз біздің күнделікті түрде қолданып жүрген әдепті, мәдениетті сөздер. Оларға сәлеметсіз бе, рахмет, кешіріңіз, өтінем деген сөздер жатады. Мәссаған, біз ондай сөздерді білмейді екенбіз. Бұл сиқырлы сөздер ғажайып жасайды. Барлығының саған деген құрметі артады және қарым-қатынас әлде қайда жақсарады. Рахмет саған аю, біз енді күнде осы сөздерді қолданатын боламыз. Жарайсыңдар балалар. Әрбір жылы сөз жүректерді жылытса, сиқырлы сөздер адамдарды жақындастырады. Сәлеметсіз бе, рахмет, кешіріңіз. Бұл сөздер өмірімізге мейірім мен сыйластық сыйлайды. Балалар, мен келдім. Сендерге жеміс-жидек алып келдім. Рахмет, анашым. Рахмет. Мәссаған балақайлар, қандай әдепті болдыңдар? Аю айтты ғой, сиқырлы сөздер бар екен. Иә, балақайлар, сиқырлы сөздер жүректерді ашады. Әдептілік ең үлкен сиқыр. Оны әрдайым қолдансақ, әлем де мейірімге толады.